Қайдасың, құлыным? Деректі повесть. Аңыраған ана дауысы бас бұлақ басындағы ауылдың сай-сүйегін сырқыратады. Таң атса болды, ботасын іздеген інгендей боздаған ана ауыл маңайындағы жықпыл-жықпыл бұталарды сүзіп, шұқырларды түгендеп, зарлайды да жүреді. Күн ұзақ сарсылтқан жүрістен әбден қалжыраған кезде ауыл сыртындағы қарашы төбенің басына шығып, желкесіне түскен жаулығын жөндемей, шашыраған шашын жинамастан, төңіректі төңкере қарап отырады да қояды. Содан сілесі құрып, қалжырап, кешке қарай үйіне келіп, отар соңында жүрген жұбайы Кәдірге ас су әзірлейді. Ал Кәдір болса, жайдағы ұшқалақ мінезіне қарағанда берік жігіт екен. Сырын сыртқа шашпайтын, сабырлы жан болып шықты. Қабырғасын қайыстырған, қайғы мен тағдыр салған салмақты азаматқа тән жігермен көтере білді. Ширатылмаған арқандай арқауы босап, түтеленіп түбіті шықпады. Онан келер пайданың жоқтығына көңіл сеніп көз жетті. Екі шекесі торсықтай 3 жасар ұлының жоғалып кеткені оған да оңай тиіп жүрген жоқ. Бірақ ойға ерік берсең, жегідей жеп, арылмас ауруға шалдықтырады. Оның емі өзінің ерік күшіңді ойға қарсы қою. Ал айым болса, ана ғой, оның жүрегі нәзік, әсіресе оның өзегін өкініш өртеп барады. Міне, бүгін де қолдан қиған ескерткіштей төңіректі тінте қарап төбе басында отыр. Бейшара жынданып кететін шығар, көздің жасы да сарқылмайды екен, өзін өзі сендіріп, құртқаннан басқа жылау не береді? Жаспен өлгендерді тірілтіп, өшкенді жаққан жанды көргенім жоқ, дейді бие сауып келген келіні, көсіліп тастай көрпе қалып отырған енесіне. Әй, бәтен-ай, шырағым, тағдыр басқа бермесін, оңай деймісің? Іші өртеніп барады ғой, лапылдап жанған жалынды құр сөзбен сөндіре аласың ба? Ол екеумізден ақылсыз жан емес, ол да ойдай өзін мүжіп, кеміріп, кемте беретін білмейді ғой деймісің? Ой, өзекке түскен құрт, қолқаңды тауысып, қолтығыңнан шығады. Ол сені еркіңе қоймайды, етпеңнен түсіріп тынуы да мүмкін. Бала адамның бауыр етінен жаралды деген емес пе? Бауырыңнан бір кесек ет кесіп алса, қандай боласың? Өліп те кетуің ғажап емес. Бала үшін айым не көрмеді? Бұрынғы байынан да бала үшін ажырасқан. Кәдірге қосылған соңда 6 жылдай құрсақ көтермей жүріп, бедеу атанғанда көрген жалғыз ұлы емес пе? Сол ұлдан қас пен көздің арасында тірі айырылуы өле-өлгенше өзекке түскен өкініш, сүйекке түскен таңба ғой. Бала қалай шығып кеткен? Мен соны әлі дұрыстап білмеймін. Көп мал өрістен қайтатын уақыт болып қалды. Ауылда қалған ақсақ-тоқсықтар бар. Күнделіктік үйдің күйбеңін күйттей жүріп, кештің болғанын аңдамай қалған айым сыртқа шықса, күнделікті жататын жерінде мал жоқ. Ол тез айдап келейін деп малға кетеді. Күндегі өзімен бірге ала кететін баласы тәтті ұйқыда жатады. Ұйқысын бұзбай-ақ қояйын, оянғанша келермін деп ойлайды. Қойлар ұзап кеткен екен. Айдап ауылға келгенше биенің бір сауынындай уақыт өтеді. Үйге кірсе, бала жоқ. Өрістен Кәдір де келеді. Күн батып, қараңғылық түсіп кеткен. Түнімен айнала істеп таппай, таң біліне таяу отырған пішеншілерге хабарлайды. Тайлы таяғы қалмай істейді. Жоқ. Сол жоқтың күні бүгінге дейін жоқ. Совхоз басшылары самолет алдырып, 2 күн істетті, не өлі денесін таппады. Біреулер сол күні ауыл алдындағы қара жолмен бір мәшине өткен сияқты дейді, бірақ анық емес. Жолдың өзі бір қатар жер, оған бала сол мезгілде бара қойды деймісің? Машинаның дауысын естідім дейтін көрінеді. Мүмкін шөпшілердің тракторының дауысы шығар. Әйтеуір құмға сіңген судай іссіз кетті. Өлігі табылса да көңіл сор еді. Қайтсын, жүрегі езіліп барады ғой. Өңі таймаған әдемі ақ құба кісі еді. 2 жеті ішінде қабығы түскен қайыңдай қаусап барады. Бұтақтары сынып, түбі шіріп,
құлағалы тұрғандай. Бірақ тарам-тарам тамырлары суалмаған өмір нышаны бар. Сен қасына бар. Келсе, осында алып кел. Келмесе, тыңдамаса да, оны-мұны айтып серік бол. Сенің бұдан былайғы міндетің соның маңайында болып, бір мезгіл көңілің басқа нәрсеге аударуға тырысу болсын. Осы кезде сырттан: құлыным-ай, қайдасың? Зарығып көрген жалғызым, кеткеніңді зарлатып, деп күңіреген айымның мұңлы дауысы шықты. Ана зарын 6 қанат ақ үйдің шаңырағы шайқалып, оқтары сықырлап кеткендей болды. Балапанынан айырылып, көл бетін айнала ұшып, сұңқылдаған ана аққудай айымның мұңлы да аянышты дауысы ауылды ғана емес, аймақты шарлап кетіп жатыр. Оның дауысы шыққанда ауыл адамдары еріксіз елең ете түседі. Бәрі де терең тыныстап, тебірене күрсінеді. Асыл ананың қайғысына іштей ортақтасады. Бірақ қолдан келері жоқ. Дүние болса орны толар еді, адамның орны тола ма? Дүниеде адам қанша болғанымен, әркімнің орны әр басқа. Әркімнің өмірге қосар үлесі, алар еншісі бар. Өмірге келген соң адам бәрін де көреді. Көбіне ойна алғанның бәрі де орындала бермейді. Алайда арман алға жетелеп орындауға тырысасың. Сондықтан да өмір күрес дейміз, бірде шығып, бірде жығыламыз. Сөйтіп жүріп, шыңдалып, шынығамыз. Тағдыр қатал. Ол алғанын қайтып бермейді. Ешкімді аяп мүсіркемейді. Егер ол қатал болмаса, сан жылдар бойы сарылып, еңіреп жүрген егде тартқанда жанған айым мен кәдірдің жалғыз шырағын сөндірмес еді ғой. Айым мен кәдірдің қабырғасын қайыстырған қайғы ауылға да батты. Ауыл адамдары олардың алған демінен ащы ойдың алауын көріп, терең күрсіністерін, тебіреністерін сезіп отырады. Кейбір көңілі жақын жандар асырауға баласын да бергісі келді. Дегенмен, өзгенің бергені өзіңнен өзегіңді жарып шыққандай бола ма? Сынған шыныны құраған сияқты жігі білініп тұрады ғой. Нәресте үшін қайғырмаңдар, бастарың жас қой, дейтін екеуі де егде тартқан адам. Ақсақалдардың өзі оларға не деп ақыл айтарын білмей сасады. Білдірмегені болмаса. Кәдір де қатты қайғырып жүр. Өрісте жүріп, төңіректі төңкере қарап, ауыл маңайында ат төбеліндей жер қалдырмай ақтарып шықты. Сан рет ши арасынан жорғалап шыға келген қарғалар мен қарайған қара құстарға шауып барып, емініп барған жерінен егіліп қайтып жүрді. Ал ауылға келгенде ойында ештеңе жоқ адамдай көрінеді. Баласыз кезімізде де жүргенбіз. Не нәрсеге болсын сабырлы болу керек. Ойдан опырылып түскеніңнен табырың жоқ. Өзіңді өзің аздырмай, арыл ойдан. Қанша жылағанмен ардақ бізге енді жоқ. Деп айымға ақыл айтады. Осы сөзді айтқанда ол ішінен егіліп отырады. Бөрі аштығын білдірмейді, сыртқа жүнін қампитады дегендей, ішінен үңгіп жатқан ой құртын сыртқа сездірмейді. Ойлап отырса, осы өмірден кәдір астаяқ жеген жоқ. 8 жасында әке шешесінен айырылып, 5 жасар інісі екеу панасыз қалды. Мұны нағашысы асырап алып, інісі Сәдірді балалар үйіне берді. Есін біліп қалған Кәдірге бауырынан ажырасу оңай болған жоқ. Екеуі көрісіп, көп жылады. Ажыратқан қолда қолқасы кетердей құшақтап алып айырылар емес. Екеуін көріп егілмеген ел қалған жоқ. Нағашысының екеуін бірден бағуға жағдайы көтермейтін еді. Ғасырлар бойы орнығып қалған тапшылық табыннан арылып болмаған кез еді ғой ол. Жеті атасынан бері жетісіп көрмеген жандар ол жылдары молшылық көзін әлі жасап үлгере алмай жатқан болатын. Бастан сырғып желкеге түскен жетімсіздіктен әлі де болса желпініп кете алмаған кезі еді. Содан былай Сәдірден хабар ала алмады.
нағашысы хабарласып алып келемін деп жүргенде тоған салып жүріп суға кетіп өлді. Келесі жылы қанішер фашист басқыншылар соғыс бастап екі нағашы ағасы майданға бірдей аттанды. Содан хабарсыз кетті. Кәдірдің қолында осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болған нағашы шешесі қалды. Бұл еңбекке ерте араласты. Алғашқы еңбек жолында колхозға бұзаушы болудан бастап, кейін механизаторлық оқуды бітіріп, колхозда бірінші болып нати жүргізді. Ол еңбекпен етене өсіп, игі істер тындырды. Міне, шопан болып еңбек еткеніне де 20 жылдай уақыт болды. Кәдір бауырына іздеу сала алмады. Бірақ жатса да, тұрса да ойынан бір сәтте шыққан емес. Оның бет-бейнесі өзінен айнымайтын. Барлық дене бітімі, тіпті төсіндегі түйменің үлкендігіндей қара меңі көз алдында. Анасы оны Меңдібай деп те атайтын. 50-ші жылдардың басында Айымға үйленді. Өмірі өзгеріп, жағдайы өзгере түсті. Бірақ бауыры есінен шыққан жоқ. Осы тек ардақ туғаннан бері ғана ой аздап бөлініп еді. Тағдыр Кәдірге мұны да көпсінді, білем. 15 жыл отасып, бала көтермей, дүниеден ұрпақсыз өтемін бе деп жүргенде көрген баласы еді ғой бұл.